Мен Меңдігазиева Гүлжихан Орынғалиевна, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Боранқұл ауылы Боранқұл орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімімін. Сіздерге 4-ші А сыныбында қазақ тілі пәнінен сөз таптары тақырыбында өткен сабағымды ұсынамын. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Мақсаты сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау, дерек көздерден мәтін, сөздік, кесте, диаграмма, қажетті ақпараттарды табу. Қазақ тілі, өз тілім, ана тілім, Абай Мұхтар сөйлеген дана тілім, қастерлейді ұл қызың мәңгі сені, болашағым бақытым дара тілім деп ақын жырлағандай, туған тіліміз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ауылда ертегі тыңдамай, жаңылтпас жаттамай, жұмбақ шешпей өскен бала кемде кем болар. Сабағымызды жұмбақ шешуден бастаймын. Жұмбақтың шешуіндегі сөздерді үш тілде, яғни қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілінде айтуды ұсынамын. Жұмбақтың шешуіндегі сөздер нені білдіретінін сұраймын. Қима қағаздар арқылы оқушыларды үш топқа бөлемін. Бірінші топты самал жел, екінші топты жылы жаңбыр, үшінші топты жарқылдаған найзағай деп алып, сабақты бастаймын. Топ ережесін еске түсіреміз. Ережені еске түсіре отырып, сөз таптары туралы алған білімімізді еске түсіреміз. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар екен, олардың бізге 4-еу ғана таныс екенін айта келіп, зат есім сөз табына тоқталамын. Белгілі бір затқа, нәрсеге, жаратылыс құбылыстары мен қоғамдық құбылыстарға қойылған атауларды зат есім дейміз. Зат есім тұлғасына қарай негізгі және туынды зат есім, құрамына қарай дара және күрделі зат есім, жалпылай және жекелей аталуына қарай жалпы есім және жалпы есім, мағынасына қарай деректі және дерексіз зат есім болып бөлінетінін айтып өтемін. Айтылым дағдысы бойынша әр топқа сөз таптарына қатысты ережелерді еске түсіруді тапсырамын. Бірінші топқа етістік сөз табы, екінші топқа сын есім сөз табы, үшінші топқа сан есім сөз табы беріледі. Екінші тапсырма тыңдалым дағдысы бойынша жүреді. Оқулықпен жұмыс жүргіземіз. Оқулықтағы 6-шы жаттығуда мәтін берілген, сол мәтінді мұғалімнің оқуымен тыңдайды оқушылар. Өздеріне түсініксіз сөздерді белгілеп, сөз таптарына ажыратады. Келесі оқылым дағдысы бойынша 3-ші тапсырма беріледі. Бұл тапсырмада табиғат ұғымына қатысты мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді жинастырып оқиды. Мағынасын сыныптастарына түсіндіреді. Бірінші топқа табиғаттың алуан құбылыстары, екінші топқа табиғаттағы өсімдіктер әлемі, үшінші топқа табиғаттағы жануарлар әлемі тақырыбы беріледі. Оқушылар осы 3 тақырыпты басшылыққа ала отырып, нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді жазып, естеріне түсіріп, мағынасын ортаға шығып, топ болып, мағынасын түсіндіреді сыныптастарына. 4-ші тапсырма жазылым дағдысы бойынша алынады. Жазылым дағдысында бұл тапсырмада 3 топқа 3 тапсырма беріледі. Бірінші топқа сәйкестендіру әдісі арқылы араласқан сөздердің ішінен сын есім мен зат есімнен тұратын сөз тіркестерін табу беріледі. Екінші топқа көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді сөз таптарына талдау беріледі. Үшінші топқа жалпы есімдерді бірінші бағанға, жалқы есімдерді екінші бағанға бөліп жазу тапсырмасы беріледі. Оқушылар тапсырманы орындап, мұғалімге көрсетеді.
Сабақ соңында кері байланыс орнатам. Кері байланыста пресс әдісін қолданам. Оқушы бүгінгі сабақта алған әсерін осы әдіс бойынша жазып қалдырады. Бұл жерде пресс әдісінде П менің ойымша, Р себебі, Е мысалы, С қорыта айтқанда. Үйге тапсырма беріледі. Оқулықтағы 9-шы жаттығуда жұмбақтар жинағын пайдаланып, төменде берілген сөздерге жұмбақ тауып жаз. Жазылған жұмбағыңды сын есім, сан есім, етістік қай сөзбен байланысып тұрғанын дәлелде.